менің осы жолға келген кезде ең бірінші керемет бір кейстердің бірі, орта жастағы әйел кісінің екі бүйрегі бірдей рак деген диагнозбен келген болатын. Маған келер алдында ол кісі жаңағы бізде Қазақстанда тексерілген, қаралған, сосын жаңағы Қазақстандағы медицинаға кішкене күмәнданып Түркияға емделуге кеткен болды, тексертуге. Ол жерде сол диагнозды растаған, сонымен операция жасау керек деген, бірақ ол кісі жаңа операцияға батпай қайтып келгенде сол басқа жолдан іздеген. Сөйтіп алған қалуымен біз жолықтық бір-бірімізбен. Буквально бір айдың ішінде 2 терапия алды ол кісі. Содан кейін 2 айдан кейін хабарласып маған сүйіншісін айтқан болатын. Алған қалуымен осындай менің диагнозымды шешіп тастады, учетын алып тастады. Қазір жақсы болып жатыр, прогресс жақсару жағына қарай жақсарып келе жатырмын, короче дейді. Сонымен жаңағындай сүйіншісін айтып, қуанышымен бөліскен жайы бар. Ол енді негізінде кейстермен көп бөлісе берген, жария қылған онша жақтыра бермеймін мен негізі. Себебі оның бәрін айта беретін болсам, бір өзіме присваивать еткендей боламын. Негізі нәтиже беретін Аллах тағала үнемі кез келген клиентпен терапия алдында соны ескертемін. Бұл жерде мен тек қана себепшімін. Нәтиже алладан, ниетімізді Аллаға байлаймыз деп бастаймыз.